Құрметті абитуриент, құрметті ата-аналар, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультеті Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның сыртқы саясатында, сыртқы қарым-қатынасында дипломаттарды даярлауға үлкен сұраныс болғандықтан президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның игі бастамасымен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1995 жылы құрылған. Сол уақыттан бері қарай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар саласында өте көптеген дипломаттар легін дайындап үлгерді. Бір ғана мысал, қазіргі сыртқы істер министрі, премьер-министрінің орынбасары Мұрат Нұртілеу мырза Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің 1998 жылғы түлегі болып табылады. Біздің факультетімізде сіз 7 тілді таңдап оқи аласыз. Ол ағылшын, француз, неміс, итальян, испан, араб және қытай тілдері. Халықаралық қатынастар факультетінде 5 оқу бағдарламасы бар және 3 деңгейде оқыта аламыз. Бакалавр, магистратура, докторантура. Оқу бағдарламалары халықаралық қатынастар, әлемдік экономика, аймақтану, халықаралық құқық және халықаралық қатынастар мен құқық саласындағы аударма ісі мамандықтары. Осы мамандықтарды оқыту үшін сіздерге 3 кафедра жұмыс істейтін болады. Ол халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы, халықаралық құқық кафедрасы және дипломатиялық аударма кафедрасы. Біздің кафедрамызда Қазақстан бойынша осы оқу бағдарламаларындағы ең танымал, ең ғылыми дәрежелері жоғары профессорлар мен оқытушылар сіздерге білім беретін болады. Сонымен қатар тек қана білім қазақстандық ғалымдар ғана емес, сіздерге шетелдің Бирмингем, Пуатье, Женева университеті, немесе Гавр университеті, немесе Америкалық университеттерден келетін профессорларда сіздерге дәрістерін беретін болады. Сонымен қатар халықаралық қатынастар факультетінің тағы бір артықшылығы студенттерді академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша бір немесе 2 семестрға шетелдік жоғарғы оқу орындарына барып тағылымдамадан өтіп келуге үлкен мүмкіншіліктер жасай аламыз. Ол тұрғыдан алғанда студенттерден тек қана 2 нәрсе талап етіледі. Біріншіден оқуын өте үлгерімі жақсы болуы, екіншіден тіл білетіндігін айғақтайтын халықаралық сертификаттар. TOEFL немесе IELTS. Егер сіздің TOEFL мен IELTS-ыңыз B2 деңгейіндегі көрсеткіш болатын болса, онда оқуыңыз жақсы болса, біз сіздерді шетелдік жоғарғы оқу орындарына академиялық ұтқырлық бағдарламасымен жіберуге уәде ете аламыз.